Енді айнаны күнде сүртіп шаршамайсыз. Бір сүртсеңіз бір аптаға дейін дақ болмайды ғой. Әсіресе үйінде майда бала шағасы барлар. Өтіп кетпей видеоны соңына дейін көріп, кәделеріңізге жаратыңыздар. Нәтижесіне өздеріңіз шок боласыздар ғой. Балаларыңыз қанша ұстаса да бір дақ қалмайды ғой. Ал маған сенбесеңіздер жасап көріңіздер, сосын рахметтеріңізді айтып, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар, иә, пайдасын көргеннен кейін. Ал бұл чудо средствоның жасалу жолы өте қарапайым. Бір бокал суды аласыздар дағыны, бір ложка ферри, бір ложка уксус, сосын 3-4 тамшы йод тамызасыздар, болды, жақсылап шайқайсыздар дағыны, осындай ыдыс тауып аласыздар, босаған соған құйып, шайқап сүрте бересіздер ғой. Пысықтығым ұстап барлық жер сүртіп кеткенсің ғой. Есік, айна. Балалардан бұрын өзіме қатты ұнап жатыр ғой мына эффектісі. Мына сүрткен жерімді қайта қолыммен былай да көрем ғой. Ешқандай із қалмайды ғой. Сонымен мына жерде балалардың спальнигінде айнасын сүртіп көрдім, ары бері. Арасында үпіріп көріп жатырым ғой, із қалам екен деп. Қалмайды қыздар. Маған сенбесеңіздер жасап көріңіздер, иә. Сосын рахметтеріңізді айтуды ұмытпаңыздар. Ал кезек терезеге де келіп қалды, бірақ даланың аяздығынан өкінішке орай қатты әдемі сүртілмеді, бірақ көктемде Құдай қаласа осы чудо средствомен сүртетін боламын бұйыртса. Терезеден соң осындай есіктің тұтқаларын, есіктерді де сүртіп көрдім. Оларда жылтырап қалады екен. Сіздермен болған Әйгерім, мені қолдауды ұмытпаңыздар.